Сәлем достар! Бүгінгі видеода біз сіздермен осындай өте керемет дәмді болып шығатын капкейктер дайындаймыз. Егер де сіздерге қызық болса, видеоны соңына дейін қараңыздар. Сонымен біз ең бірінші ыдысымызға 3 жұмыртқаны жарып аламыз да, соны жақсылап венчикпен немесе миксермен араластырып аламыз. Ал енді достар, үстінен қант қосамыз да және тағы да оны жақсылап араластырып аламыз. Ал енді үстінен сұйық майымызды қосамыз және оны да тағы да жақсылап араластырып аламыз. Оны араластырып алғаннан кейін үстінен 150 мл сүтімізді қосып, тағы да араластырамыз. Ал енді мен бұның үстінен ванилин қосамын. Егер қаламасаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Ал енді мен ұнға какао ұнтағын және де 1 шай қасық қамыр қопсытқыш қосып, үшеуін жақсылап араластырамын. Ал енді бұны араластырып болғаннан кейін бағанағы тестамызға осылай қасықпен біртіндеп саламын және де барлығын жақсылап араластырамын. Достар, бұны араластырып болғаннан кейін осындай тесто шығады. Ал енді бұны осындай формаларға 2 ас қасықтан салып шығамын. Барлығын салып болғаннан кейін бұларды 180 градус қызып тұрған пеште 25-30 минут пісіріп аламыз. Ал енді креміне біз сливкиді жақсылап көпіршітіп аламыз. Және үстінен қант қосып, тағы да миксерлейміз. Ал енді мен творогты осылай вилкамен жақсылап езіп аламын. Сіздер вилкамен немесе блендермен жақсылап езсеңіздер болады. Енді осы творогты біз бағанағы сливкиміздің ішіне қосамыз. Және ол екеуін жақсылап біріккенше миксерлейміз. Творогтың орнына творожный сыр қолдануға болады. Ал енді достар, кремді кондитерский мешокқа саламыз. Ал енді дайын болған капкейктарымыздың үстіне кремді осылай жақсылап жағып аламыз. Бұл тестадан барлығы 20 штук капкейк шығады. Ал достар, енді капкейктарды өздеріңіздің қалауларыңызша безендірсеңіздер болады. Мен осындай жүрекшелерді және де моншақтарды қолданып безендірдім. Енді достар, біздің капкейктарымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.